Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздерге Жақсы. жаңа оқу жылында тек қана шығармашылық табыс тілеймін. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Манадан бері әріптестеріміз өте тамаша жаңағы әрбір бағыт бойынша, әрбір нұсқаулық бойынша тоқталып өтті, тыңдап өтсеңіздер. Енді қазақша сіздерге әдістемелік нұсқау бойынша, нұсқау хат бойынша толықтырып өтейін тағы да. 2025-2026 оқу жылында бізде өзгешіліктеріміз бар. Әдістемелік нұсқау хатта барлықтарыңыз жаңағы кафедра отырыстарында өзара талқылап жатқан шығарсыздар. Әдістемелік отырыстарда, педкеңестерде талқылап жатқан шығарсыздар. 2025-2026 оқу жылында бізде біршама өзгерістер болып жатыр. Ол өзгерістердің көбі бізде жаңағы оқу бағдарламаларындағы мақсаттарында көрсетілген. Бұл жерде жаңағы бізде оқу мақсаттары, сіздерге мына чатқа мен жіберейін, әділет жаңағы заң несінде бізде бар. Күнтізбелік тақырып жоспарларды жаңағы неткен кезде, қараған кезде кейбір жоқ оқу мақсаттары бар. Сондықтан соған аса назар аударсаңыздар, бізде сол жаңағы оқу бағдарламасында мақсаттарда өзгешілік бар. Жаңа сосын әріптесім өте жақсы айтып өтті. Осы жылы елбасы бізде президентіміз жұмысшылар жылы деп атап өтті. Сондықтан біз сіздермен оқу жаңағы сабақ үдерісінде оқушыларымызға сол жұмысшылардың жаңағы еңбекқорлығы, олардың қаншалық қызметінің жаңағы қиындығы, соған баулып, олардың еңбегін бағалай білу, оларды жаңағы құрметтей білуге баулуымыз керекпіз. Оны жаңағы біз мектебімізде әртүрлі жаңағы қызметкерлер бар, қосалқы қызметкерлер бар мектепте. Сол қосалқы қызметкерлердің жұмысын түсіндіріп, балалардың бойында еңбекқорлыққа деген жаңағы сүйіспеншіліктерін арттыруымыз керекпіз. Одан кейін жаңағы бізде бірнеше заңдар көрсетілген. Сол заңдар бізде 5-ші беттен бастап жаңағы алынған, 5-ші беттен бастап алынған. Сол беттен бастап танысып, заңдардың жаңағы оқу тәрбие процесінде ұйымдастыру бойынша нормативті құқықты актілер көрсетілген. Жандарында әрбіреуінің жаңағы сілтемелері бар. Сол сілтемелерге назар аударып, әрбіреуін ашып танысуымыз қажет. Себебі оқу жұмысында бізге жұмысымызда қажет. Содан кейін үлгілік оқу жоспарында ерекшеліктер бар. Бізде оны жаңа әріптесім айтып өтті. Осы жыл біз толығымен көштік. Бейнелеу өнері мен еңбекке баулу пәні болып жеке оқытылады аптасына 1 сағаттан. Бұл әр пәннің өзіндік ерекшелігі бар. Оған кезең-кезеңмен біз сіздермен өттік. Оның жаңағы осы пәндердің өзара мақсат міндеттері айқын көрсетілген. Оларды тәрбиелеу, білім беру процесінде жаңағы не үшін жағдай жасауымыз керек, оқушыларға қандай жағдай жасауымыз керек, соны барлығы бізге көрсетілген. Осы үлгілік оқу жоспарындағы бейнелеу және еңбекке баулу пәндері бойынша жұмыс жасауымыз керек. Енді бастауыш сыныптарда бізде тіл және әдебиет білім беру саласында оқу сауаттылығы, ойлау, коммуникативті қабілеттерін дамытуға жаңағы бағытталған. Енді бізде жылдағыдай әрине функционалды сауаттылық жүзеге асырылады. Сонымен қатар адал азамат бағдарламасын біз оқу мазмұнына қосуымыз керек. Әрине ол жаңағы білім алушыларымызда отансүйгіштік, әділдік, еңбекқорлық, жауапкершілік, өзгеге құрмет көрсету, өзін-өзі дамыту сияқты осындай жаңағы адал азамат бағдарламасын сабақ үдерісіне, үзіріс кезінде болсын, сыныптан тыс іс-шара болсын, соған қосуымыз қажет. Және де тек қана жаңағы бізде 4 дағды бойынша жұмыс жасаймыз ғой сіздермен. Мысалы, тыңдалым мен айтылымда оқушыларды бір диалогқа түсіріп, өзара көзқарастарын білдіру болады. Оқылымда мысалы мәтінді оқып оны талдауға, жазылымда мәтін құрастыруға және де ойды жүйелі жеткізуге жаңағы біз сіздермен жұмыс жасауымыз қажет. Одан кейін математика пәндерінде арифметикалық және логикалық есептерді шығаруға,
көптеген тапсырмалар бізде практика жүзінде біз сіздермен жүзеге асырамыз. Осы жылы енді бізде өзгешілігі жасанды интеллект, цифрлық құралдарды жаңа қолдану арқылы осы арифметикалық амалдар, мәтінді есептер, теңдеулер, өз ойларын жаңағы тез, жедел жеткізе білу, математикалық ұғымдарды, абстрактылы идеялар жақсы түсінуге жаңағы көмектесіп, оны жүзеге асыруға оқушылардың бойында асыруымыз керек. Және де ерекше қабілеттілігі балалар оқушымен жұмыста ұйымдастыруымыз қажет. Үнемі көптеріңіз енді өткен шығарсыздар инклюзивті оқытудан, сонда бізде аса назар аударып отыр. Қазіргі кезде ерекше қабілетті балалар бізде ортамызда отыр. Ол балалармен жеке жұмыс, жоспарымыз болу керек. Және де қысқа мерзімді жоспарда міндетті түрде ерекше қабілетті баламен жұмыс істеп, баланың деңгейіне қарай, оның диагнозына қарай жұмысты біз жүзеге асыруымыз керек. Сол сияқты жаратылыстану және дүниетану пәндерінде білім алушылардың жаңағы бойында туған өлкенің табиғатын зерттеуге, отанға деген сүйіспеншілігін, мақтанышын, топтық, жеке, жұптық жұмыс арқылы біз жаңағы бағыттай білуіміз керек. Одан кейін әр пән бойынша жаңағы бізде жиынтық бағалау жұмыстары көрсетілген. Сейчас попробую еще раз. Жиынтық бағалау жұмыстары көрсетілген. Көрініп тұрған шығар әріптестер? Мінекей, қазақ тілі пәні бойынша, әдебиеттік пәні бойынша жиынтық бағалаулар бізде, математика оқу пәні бойынша жиынтық бағалаулар көрсетілген. Одан кейін жаратылыстану, бізде өзгешілігі, сіздер чатта қайта сұрадыңыздар ғой. Жаратылыстану оқу пәні бойынша бізде 90-дық жиынтық бағалау жоқ. Тек қана бірінші жартыжылдық пен екінші жартыжылдықта 90-дық баға қойылады. Жай жиынтық бағалаулар алынады. Дүниетану сияқты тек қана 2 жартыжылдықта бізде олардың жаңағы бағалаулары жүреді. Одан кейін жаңағы бізде оқу апталары, сіздер әбден танысқан шығарсыздар, бірінші тоқсанда бізде 8 оқу аптасы. Күзгі демалыс бізде 27 қазаннан 2 қараша аралығында 8 календарлық күн, екінші тоқсанда 8 оқу аптасы бізде 29 желтоқсан 7 жаңа қаңтарға дейін 10 күн демалыс. Және бірінші сыныпқа әдеттегідей қосымша бізде демалыс. Ақпан айында 9-нан 15-не дейін, 3-ші тоқсан бізде 10 оқу аптасы, көктемгі демалыс бізде 19 наурыздан 29 наурызға дейін 11 күндік, және де 4-ші тоқсан бізде 30 наурыз бен 25 мамыр аралығында болады. Енді манадан бері бірнеше жаңағы сіздерге осы облыстық шығармашылық топтың жоспары аясында жеке-жеке әдістемелік бағыттар бойынша жұмыстар көрсетілді. Негізі осы жаңағы жұмыстар аудандық деңгейде де бізде жүруіміз керек. Әдістемелік, одан кейін жаңағы жас ұстаздармен жұмыс, және де даярлық топпен бастауыш сынып арасындағы өзара сабақтастық. Одан кейін жаңағы бізде оқушылармен жүретін, дарынды оқушылармен жүретін конкурс, олимпиадалар, осындай 3 бағытта облыс деңгейінде және де аудандық деңгейлерде осы 3 жұмыс 3 бағытта жүру керек. Енді мана жаңағы демо сабақтар бойынша айтылды ғой, құрметті әріптестер. Мысалы бізде қыркүйек және қазан айында осы жаңағы мектеп алды сыныппен, балабақшамен кездесу болады. Ашық есік күндері. Осы ашық есік күндері аясында сіздер сол жаңағы өздеріңіз сол күнге жоспар құра аласыздар. Мысалы аудандық деңгейде алайық. Осы жаңағы ашық есік күннің аясында сіздер сол балабақшадан немесе мектеп алды сыныптан келген балаларды көрсету мақсатында демо сабақты бере аласыздар. Және де ол кәдімгідей сіздерге программаға енеді, болашақта өздеріңіздің аттестацияларыңызға әбден сала аласыздар. Одан кейін Адал азамат бағдарламасы бойынша айтылды, бізде 6 жоба, бірнеше іс-шаралар. Бұны жаңағы құндылықтарды біз сабақ үдерісінде, сабақтан тыс жаңа қолдана аламыз дедік. Және де
балалардың бойында тек қана сол сабақ үдерісінде емес, қоңырау кезінде де әртүрлі бір жаңа оқушылардың арасында жағдаяттар болып қалғанда да буллинг болмау мақсатында қазіргі кезде бізде заманымыз өзгеріп жатыр, сондықтан балалардың психологиясы да өзгеріп жатыр. Соны болдырмау мақсатында осы адал азамат бағдарламасы біздің оқу процесімізге әбден толығымен кіріп жатыр. Енді жасанды интеллект бізде президентіміз айтқандай осы жылы жаңадан енген. Көбінесе бізге енді 3-4 сыныптарға әбден жақсылап енгізуге болады жасанды интеллект, жаңа GPT-чатпен жұмыс істеуге. Одан кейін жаңағы WordWall, квест ойындары, бірнеше ойындар бар, соны енгізуге болады. Ал енді жас ерекшелігіне сай 1-2 сыныптарда бізде жаңа аудио, видео және де жаңа ақын жазушыларды біз сөйлету жасанды интеллект арқылы қолданамыз ғой, солай қолдануға болады. Енді мынау өзара сабақтастық мақсатында даярлық топпен ғана емес, 5-ші сыныптар. Мысалы, біз сіздермен жылда 4-ші сыныпты шығарар кезде сәуір айында орта буынның ұстаздары біздің сабақтарымызға келіп отырып, өзара сабақтастық болады. Егер де болмаса, осылай үдеріске енгізуге болады. Содан кейін, мысалы, қыркүйек айында біз барып, өзіміздің шәкірттеріміз орта буынға қалай бейімделіп жатыр, соны қадағалау мақсатында балалардың сабақтарына барып, қыркүйек, қазан айларында барып қатыса аламыз. Осындай жаңағы бірнеше ауқымды іс-шаралар бізде жоспарланып отыр. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Сіздерге ұсынылып отырған жаңағы бірнеше облыстық шығармашылық топтың жоспарлары аясында бірнеше көптеген іс-шаралар ұсынып отыр. Сондықтан сол іс-шараларға белсене қатысуларыңызды сұраймыз. Себебі жылдың соңында жаңағы сіздер аттестацияға берген кезде көп сұраныс түсіп жатады. Бізде шығармашылық топта осындай анықтамамыз жоқ, мынадай жаңағы сөйлегеніміз жоқ, осыған кіргізе аласыздар ма деп. Дәл сол табан аузына мысалы жағдай мүмкіндік болмай қалады. Сондықтан бір жыл барысында көштен қалып қалмау мақсатында осындай жаңағы іс-шараларға қатысыңыздар. Мысалы, мана бірнеше TED кездесулер болды ғой, көбінесе бізде онлайн болады. Сол онлайн болатын кездесулерден қалмай бірге қалып отырыңыздар. Жаңа Қарлаш Капкайна сіздерге өте жақсы айтып өтті. Осы жылы кім аттестацияға жаңағы береді, кімге қандай жаңағы жетіспей тұр, жетістіктер, шығармашылық топта ма, осындай дөңгелек үстелде сөйлеу ме, білесіздер, мынау ұстаз платформасында өте жіті қарайды. Бір жаңағы бөлімдеріңізде болмай қалса, содан кейін балдарыңыз төмендеп бекіте алмай, осы жыл көп әріптестер бізде санаттарын бекіте алмай қалды. Зерттеушілер экспертке түсіп, эксперттер модераторға түсіп, санаттарын осылай төмендетіп алды. Сондықтан жаңағы осындай берілген мүмкіндікті қолданып, алдын ала жұмыстарыңызды жоспарлап, істеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет.